2007 жыл бір ерекше ойын шықты. Сен мұнараға шығып, көгершінді үркітіп 10 метрден секірсең де тірі қалатынсың. Иә, бұл Assassin's Creed. Сол сәттен бастап, біз бәріміз өзімізді Assassin сезініп кеттік. Бастапқыда бізді таңғалдырғаны тарих пен фантастиканың араласуы. Бір жағынан Иерусалим, Дамаск, крест жорықтары. Ал екінші жағынан Абстерго Анимус, генетикалық естелік. Не болып жатыр өзі дегенмен тоқтай алмай ойнай бердік. Альтаир үндемейтін суыққанды ассасин. Бірақ сол суыққанды жігіт балаларға дейін танымал болды. Бәріміз мектептен келгеннен кейін крыша ашып, артынан тыңшы жіберіп, сабырмен біреуді өлтіру дегенді үйрендік. Әрине ойын ретінде ойнадық, ешқандай жаман ойсыз. Ассасин ойнаған кезімізде өзімізді бұл өмірдің ішінде миссиямен жүрген адам сияқты сезіндік. Шын өмірде сабақ болса, ойынның ішінде саясат, билік, сатқындық. Иә, қазіргі таңда Assassin's Creed басқа RPG, диалогы басқа 100 сағаттық геймплей, бірақ нағыз атмосфера мен жан, яғни душа 2007 жылы сол ойында болды. Бұл ойынды көргенде графикасы мен механикасы емес, сол кездің балалығы мен арман қиял еске түседі. Сол себепті Assassin's Creed біздің тізімдегі номер 10-шы, бірақ жүректе әрдайым бірінші номер.